Мен кейін Тусик. Және Радуга. Бұл екінші серия. Короче, мен жанымда еще железо. Привет, не железомын. Достар, қазір мен оны алып аламын, конечно же. Өйткені әкеме баған білесіздер, әкеме көптеген заттар керек, чтобы әкем үлкен нәрсе мықты мынандай менікі сияқты кирка жасау үшін. Мен өте мықты әкем арқасында. Әкем енді маған бөлек андай типа бас ешкім жасамағандай жасаған. Бір мұнда көп железо кетірді. Ше обычный киркаларға. Еще біреумен торговаться етті, ойын танымаймын кіммен екен. О, тағы железо. Достар, кіммен торговаться деді екен білмеймін, но комментария жазуларыңызға болады. Потом ашып әкеме айту керек. Білемін, даже каньон бітеді екен. Ой, мынау каньон емес екен ғой. Шетілеген ғой. Әкем негізінде мен өзіміздің шақыртамызды деп ойлайды. Но мен осындамын. Сондықтан блин, әкеме связаться ететін телефонымда жоқ, блин. Звондайды, айтатындай. Осындамын. Кетерімді айтып кету керек негізінде. Кетеріндерінде қайта кетсеңдер де әкелеріне или мамаларына айтып кетіңдер. Достар, мен пристраивать етіп жатырмын, мына жаққа өтіп, ақырындап. Ой, не болды? Тағы железо. Вот просто баймыз ғой біз железо. Сондықтан мен әкем осы жаққа келсе ғой, білейін. Көруші еді, қандай кладкалар айтып отыршы еді, қалай. Кажется, мен сындырсам, құламайды екен. Но мен рисковать еткен жоқпын, как человек. Ақырындап, жоқ. Достар. Достар, нет. Нет, құламай. Мен құламай. Мен жігітпін, мен құламай. Мен жігітпін, мен құламай. Шіркен әкем алмас тауып берсем ғой шіркен. Но бұл әлі будущийда. Алмас табу маған әлі ерте. Шығар. Сондықтан да неужели мен бала болсам да алмас таба алам. Так, достар, бұл қазір мен ақырындап, максимально ақырын ана алмазға барам. Әке! Ой, Сен қайда жүрсің, а? Мен мына каньонда. Білттім мына каньонда, не анаған немеде жүрген жоқпын. Онда алмаз жоқ. Мынаған қарасаңшы, не тауып алдым. Берге балам, жүр. Қазір. Әке, мен алайын. Әке, мен таптым, мен алам. Ау? Мен таптым, мен алам. Мен алайын. Әке, өтінем. Та-та-тай, та-ра-тай, та-та-та-та-та-та-тай. Әке, жаман новость. Мұнда тек үш алмаз. Әке, менің әкем бар ғой, лаваға иммунитеті мощь. Құласа әкем еттік болмайды. Блоктар оны балам береді? Қазір, оп. Бір блок земля. Қазба? Осы ғана ма? 8 блок диорит. Ой, өзім аламын. Так, все. 8 блок диорит. Осы қана ма? Жоқ. Все, мен өлдім. Әке, анда қайда жүрсіз? Мұнда қайта лава болып қалдыстым ғой. Жүріңіз жарайды, болды. Ана жерде блок қойдың. Лавада бір жағынан жүзге алмайды екен, ә? Ол жидкость қой. А су неме? Су басқандай жидкость. А лава ауыр, короче.
Мында түк жоқ, әке. Ау, Мында түк жоқ. золото менікі. Қайда золото? Ешқандай золото жоқ. Мен көріп тұрмын. Балам енді. Маған менімен бөліспеген енді. Жоқ, да сізбен бөлісем ғой. Сіз бұдан нәрсе жасайсыз ғой? Или торговаться етесіз? Сізге берем ғой, басқа күндерім. О, редстоун. Ана хакерға беру керек нарды. Хакер ең қымбатына сатылады. Я? Я. Осы не үшін керек білмеймін. Хакер әйтеуір қымбатқа сатып алады. Хакер лавамен жүзуге кетті. Сол баяғы хакер. Жоға сумен жүзу кеттім. Мен быстроспен. Такс мен үйдем. Такс енді әкемнің мына жеріне бары. Мен достар, мынаны ешкім білмейді, только мені подписчиктерім біледі. Короче, мына жер бар ғой, мына жерде. Айтпай балаларға. Ешкімге айтпаймын мен. Мен анда заттар қоймақшымын. Мә тамақ жейсің ба? Қарны ашқан шығарсың. Қарны ашуға келгенмін, несі қарны ашты ма деп. Әкесі тезсіз бұрынғыдай. Ау? Сіз бұрынғыдай тезсіз. Қайсын тезі? Ну, сол баяғы тезсіз. О, Қайсын тез? Тез? Я? Затасыз ғой, короче. Бармын сен. Так, мен сен. Ройкеші. Міне қара балам. Мұнда семеналар тұр. Мына үлкен блокқа саласаш. Мене семена жоқ. Жоқ, міне тұр. Көрсеттім ғой, қазашым. Мынау ма? Жоқ, мынау емес. Мынау. Ашып тұрмын ғой. Қайсы? Міне ашып тұрмын ғой. Көрдім. Соны? Мынаған сал. Ой, кешіңіз, жарайды. Бүккөлім ба? Анау блоктарда әкел маған. Заттар істеймін. Бақтырдым. Қайда? Екінші этажға келіңіз. Бүкі заттардың ба анау? Мәңіз. Вот. Мына алмастау болғаныз вообще крутяк болды, әке. Көп. Одан бірдеңке жасап пайдасы жоқ, чем. Угілі қалды ма сен? Бердім ғой сізге. Молодец. Все, қойдым, әке. Хлеб тосында қоя салайын ба? Нанды. Жарты көш. Та-та-тай. Мына кеш батыпты ғой. Не істесем болады? Бірақ мен... Опа, мына жерде потайной проход бізде. Әке пережаривать етеді. Әке сіз не лаваға пережаривать етпейсіз? Содан окончательно пережаривание жасайды оны. Үйретем, үйренгім келсе. Конечно, үйренгім келеді. Достар, короче, мынау біздің әкеміздің личный сундук ғой, личный заттарын салады. Типа бәтіңке. Бәтіңке менікі. Железные боты. Боты железные. Мен барып охотаға барайын. Что за охота? Она... Дима, что за охота? Казать там. Охота на белок. Все, поставил. Та-та-та. Маған типа үйге тамақ. Короче, бізге достар не істеу керек. Ту керек. Біріншіден. Екіншіден. Әкем тау керек. Ладно, әкем потом тауымыз. Үйге келетін шығар әкем. О, свиньялар. Так. Да. Бірақ ну, әкем свинья. Фу, мен свинья жемеймін. Это свинья. Вообще мен орыс емес. Какой-то там свинья. Мусороедкалар. Ё-моё, лавалар. Одан жаман қорқыншы. Блин, мен түк жоқ қойдым. Так. Блин, неме свинья ғана? Хотя ат шығып қазы жеп. Ай, түк жоқ қойдым мұнда.
Блин, түк жоқ демеңіздер. Блин. Оба. Ну ладно, кажется, түк жоқ сонда да. Блин, әкеме не деп айтам енді? Барам, келдім, түк таппадым деймін ба? Блин. Хотя бір ет болсын, ой, бір сиыр болсын хотя бы. О, тауық. Ну, енді тауықтың етін жейміз. Не болды енді? Тауықтың етін жейміз, не істейміз? Так, тауық, ешқайда кетпе. Так, мында кішкентай тауық. Кішкентай тауықтай өлтірді. На, тауық. Так. Мынандай шақ па тағы? Ешкім жоқ сияқты. Тыныш, достар, тыныш. По максимум тыныш болайық. Ладно, үйге қайта берейік па? Екі. Ну, әкем, білем, тауықты жей саламыз, не істейміз? Окорочка. Ладно, үйге зыту керек еді. Мә, бізде үйдің пеші. Ой! А вот кой вот будет вкуснятина. А вот кой, иди-ка сюда. А ну какой, никуда не иди. Ой, еще шерсть. Еще джины түсті. Вот сыр, вот улов. Бля, сыр. Сырдың еті, үш сырдың еті менде. Ема. Екі қойдың еті, екі тауықтың еті. Жақсы болды. Вообще. Так, енді маған іздеу керек. Енді не іздеу керек? Болды ғой мен тағы. Кажется, болды. Ой. Блин, енді қазу керек. Блин, бүгін қазудан біраз демаланбады білесем. Олай тәртінде қазым ғой. Так. Заттық. Блин, тағы суға түсеміз. Жуху. Оп. Достар, мен неме егенде айтам. Қуып. Достар, короче, мен мындай жақта тауып алдым. Короче, шахта ема глубокий. Мен лучше әкеме заттар іздеймін. Ай, аяғым. Хорошо, әкеме анандай защита от падений. Жұмсақ аяқ киім берді. Так, біз соны киіп жүріп. Опа. Ему кайф, кәдімгідей кайф. Просто железный кайф. Да, фига. Осылай алмаздар жатса ғой шіркін, вообще. Что ушет? Зачетно ушет. Респектос пошет. Бірақ та біз ең алмаз тапқан адам шығармыз. Бірақ та жителдерді вообще жителдер бізде алмаздар жек көреді, не екен білмеймін. Біздің жителдер алмазды жақсы көреді. Вот алмаз көрсе тұра алмайды. Алмазға железо обменять етесің ба дейді. Бірақ та біз ондай глупый емеспіз. Әкем лучше отады. Меч, кирка, сондайлар жасайды. Үйде бізде 2 алмаз болған, біз табағымен тағы 3. Еще әкем 3 сам, біз сонда 9, 5, 8 тауыппыз. Золото. Ну, золото керек болады, конечно же, но не думаю, что так круто, но... О, золотаны әкем обменять етеді ғой. Ақша немеге? Алмазға бір адам бар, короче, бір богач. Чисто золотаны жақсы көреді. Оны біз нұқты айтамыз. Короче, сол алмаз ұнамайды. Алмаз әдемі емес дейді, золото әдемі дейді. Алмаз бен золотаны айтып көрсетеді. Ода бір алмаздың орнына. Себебі еще әкем бар ғой, исключительный адам.
Бұл, короче, бұл секретный информация. Мына жерде мен естіп естімейтін шығар. Что, қазір айтам. Әке мен яблокадан, простой яблоко, золотой яблоко жасайды, золотой. Алтын алма. Ол сары хп қосады. И потом регенерация береді. Ну, регенерация дегенде граналарын өзінен өзі заживать етеді. Кайф нәрсе, короче, бір сөзбен айтқанда. Еще дәмді. Сондықтан алтындарды мен сол үшін аламын. Еще нукпен алмазға мен етеміз. Ну, брат, ол үшін стак золото керек, бір алмазға немесе үшін. Біз бірақ әлі бірлеттер мен етіп көрген жоқпыз сонымен. Өйткені золото бізге де аз түседі ғой. Біз әкем айтады, онымен обмен еткен дұрыс емес. Бір алмазға 64 золото не болды? Сондықтан да білмеймін, мен бір обмен ететін келеді. Алмаз деген золотодан 10 есе күшті ғой. Бір 10 золото тең бір алмаз болып басында. Ал сонда 6 есе ВГД көреді. О, 5 есе бәлде. Комментария жазыңдар, қанша есе ВГД көреді екен. Так. Енді мен шыққанда сіздерге айтам. Достар, примерно 20 минут өтті. Мен арез дегенде келдім. Охо, мына жерде потайной мына жерде печкалар бар екен. Мен көрген жоқпын. Вообще. Сіздер көрдіңіздер ма? Комментария жазыңыздар. Жаңа не көрдім. Так. Тамақтарды мында салайын. Әже тамақтарды үстіге складқа салайын. Әке потом өзі пережаривать деді. Әдемі қылып. Ал мында вот мында салайын. Ал рудаларды әкем өзіне берем. Еще менде кожа бар, әкем кожадан да бронер сыйлады. Ну, мусорды, вот мусорды. Мен барып мусорға сундук жасайыншы. Мусорға вот. Так, блин, әжін сонда ойдым ғой. Так, ол үшін бізге керек болады мусорға. Шелек, блин, мусорға шелек. Ой, шелек деппін ғой, мә. Неме? Екі ағашын. Опа, әке? Әке? Достар, короче, былай болды. Әке маған тұрды да, үйге қайт деді, ұрысты. Мен дұрыс көре алмай қалдым, ана не бар екен. Мен білмеймін не болғанын да. Ладно, сондықтан іске шояқ. Мен өз білмеймін. Тосаяқ, не істейміз енді? Не, астыға барып тамақ ішіп. Или әке машинға кеткен. О, әке? Шық көрді далаға. Ұқпадым. Достар, бірдеңге ұқсаңыздар, комментария жазыңыздар. Шық көрді, давай. Так, қазір. Не шығамай қалдық қыдыр. Так, бронетін істейміз. Әкен, қайдағы ат? Қайда? Әке, бүгін мен туған күнім ғой. Ұмытпаған шығарсыз? Иә, сол үшін не саған ат дайындап қойдым. Жо, ат? Маған? Ана сен burada анау баймен хакерға редстоун беріп, байға алмаздар берген. Олар сізге жылқы берді ме әлде? Жоқ, сатып алдым. Басқа ауылға көріп сатып алдым. Степан сатады, тағы Степан. Степан? Ой, ана кімнің? Алейдің әкесі ғой? Иә, сол мен досым Степан сол. Ема. Бар, тапырал күш жүгірді еге барды. Ау? Еге барды, тапырал күш жүгір. Мен тапырық? Менде бар ғой сенде. Менде жоқ тапыр. Сундықта бар ғой, мен қарағам алдым. Точно ма? Керек емес, ал кеме қой. Сіз әкем мықтысы қолмен сындыра саласыз ғой. Мен атпен біраз қызығайын. Ауылда ешқай балада ат жоқ, а менде бар. А вот теперь будет веселуха. Алексей! Андрей! Қайдасыңдар? Нан қараңдар, менде ат бар.
Менде ат бар. Вот так вот. Крыша шығамын, қуамын. Өйткені менде ат бар. Достар, әкем маған подарок жасады. Вот ат менің туған күнім. Мен оны даже өзім ұмытып кетіппін. Кайф болды. Мынаңа құлын. Мынаңа прикол жасайын ба? Пока мамасы деп қалады, мынаның артынан келеді. Мына артта жүреді. Демек құлын алып келем екен. Беге. Келе ғой, құлын. Келе ғой. Келе ғой. Кайф болды. Қайда барамыз біз? Біз анда барамыз. Окей, кеттік. Жүре ғой. Артымдан. Жүре ғой. Ема кайф болды. Әкем подарок жасайды. Байер, бол айтыз. Бошы. Әке, наңғараңыз, кімді алып келдің? Наңғарыңыз, мынаның артынан жүреді ғой. Иә, мен мынаның артынан жүрейін. Бізде тағы бір поводок бар ма? Бар әлі көп. Как раз көп поводок алғам. Алсаңыз болды. Түркет құмдар іздейік, малдар іздейік поводокпен. Менде бір поводок бар тағы, лишний. И мынаны қай жерге байлап қойсам болады? Вот, байлап қойдым. Все, мен өз атын байлап қойдым. Жүргеттік, атталды жүргеттік. Ай, ладно. Оны мен жаса қоймын, жүр. О, міне, ешкі сындыларды алу керек. Ферма жасау керек. Алу керек па әлде? Өткізу керек па? Жоға, поводок жоқ па сенде? Бар екі. Мә. Біреу ғана тұр. Қайдасыз? Мә. Мұнда кел. Сіз шынында айтайын, мен сізді көріп тұрған жоқ. Мен деревняға келдімші. Ауылдан. Мұнда сізі. Мә. Дәттісам. Әкем мақты ғой. Қойдым. Алдым. Кішкентайларды алмай қойылар, керек емес. О, қой. Иә, сол үлкен қойларды заборға байлап қой. Бол. Мен зыттам қазір. Ақырын жүр. Зыт артына. Ақырын жүр дейм. Артына зыт келді ғой, спирті. Ладно. Ірік. Вот, наңғараңыз, кішкентай қой өзі келді ғой. Қойдың. Кішкентай қой өзі келді ғой. Мамасы болса, мамасы шығар дұрыс. Зато два в одном. Иә. Сондай іздеу керек қойдың, шыменде. Два в одном, ба? Иә. Келе атыран ұшым артынан. Қолына түстіп тұран жоқпын, поводоктан бастап. Вот сюда. Все, байлап қойдым. Біреуін байладым, ила қалғандар қалды. Қалған тағы екеу байлау керек мен. Әкем сиыр алып келіп тұрайын. О, тағы қой. Боласымен ба? Жоқ, болсыз. Бір қара. Алайын ба? Тамақ болады ғой. Алса, иә. Еще қосу алады орда. Сюда дейінші. Ақырын басып қойшы. Анау және мен соны алғам. Жоқ болып қашып кетпеспін. Мен бұрыс зытып жүрмін, ол мен артынан үлгеріп жүр. Қой. Все. Екінші қой дайын. О, үшінші қой. Жоқ, баласымен іздейік, баласымен. Сүйенсің, бәрібір. Баласымен болса болды. Неге? Қой керек болады ғой. Или бізде уже достаточно қой ғой. Қой керек емес болды, жетек. Үш қой. Біреу баласы. Әкеш поводокты. Керек емес ол. Иә. Өлтіре салдың да не? Жоқ. Көрдім де не қылған. Задында периодке жатың ғой.
кеттік. Сиыр іздеу керек. Әке, бір сиыр ала салайық, баласыз болса да. Фуй. Ұнамайсың сен маған. Мен зытып жүрмін. Ой дейді. Түк жоқ. Қойдан басқа. О, сиыр. Сиыр ала салайық, баласыз да. Бізде жоқ қой. Аха. Тауық керек бола ма? Мен екінші деревняға Андрейдің деревнясында. Екінші деревня тағы бір үй алмау керек еді. Менде бір идея бар. Аха, әке, біздің сияқты үй бар да, иә? Вот сол үйде олар не істеп алыпты. Үстінде қойып алыпты. Крышасына. Сол ғой. Қызық қой сол. Еще біздікінен қарағанда жаман екен. Әке, бұларда сынық жоқ екен. Оларда сынық жоқ екен. Бізде болды ғой, оларда жоқ екен. Біздің үйімізде күштер жоқ қой. Жоқ. Тағы бір доказательство. Ей, ат кетпей. Ей, атым. Ей, поводок. А вот анда қалқап той поводогым. Мында қалқап той поводогым. Ал сиыр сен алыпсың. Давай, салдым. Сен бергендер келеді. Блин, қой болса ғой, зытып жүре бершін. Әке, қойды алғаны зытып жүре беріңіз. Тауама жоңғыз, ешқандай бірде бір қойды. Мен әйтеуір жолына дофига қой болған. Көп. Газ сағын келем. Аха, конечно же. Тауық қашып кетті. Да блин, тауық қашып кетті, еще поводогындырла кетті. Достар, осымен видео аяқталады. Сіздермен болған мен Кентосик. Және Радуга. Ну, не деп айтамыз? Видео ұнаса, лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер. Ұнамаса, тоже лайк бас, подписаться етіңіздер. Сіздермен болған мен Кентосик. Лайк бас, подписаться етіңіздер тағы да. Бұл удачи! Ахум